Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай жұмсақ болып шығатын үй жағдайында өте оңай булочкидің рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, подписация бөлімін басып қойыңыз. Лайк басып, өз пікіріңізді жазуды ұмытпаңыз. Енді бірінші қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, үстіне кішкене ғана шым тұзымызды сеуіп, қантымызды қосып, жақсылап венчиктің көмегімен шамамен 2-3 минуттай қантымыз кішкене ерігенше араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін алдын ала ерітілген сары майымызды немесе маргаринімізді қосамыз және де үстіне сұйық майымызды қосып, тағы да жақсылап венчиктің көмегімен араластыратын боламыз біркелкі масса болғанша. Содан кейін үстіне 10 граммдай құрғақ ашытқымызды және 2 ас қасық болатын майонезді салып, жақсылап араластырамыз. Ешқандай да түйіршік қалмау қажет. Осы жерде толықтай шамамен 5 минуттай араластырыңыздар. Жылы сүтімізді және де жылы суымызды құямыз. Барлығын салып болғаннан кейін жақсылап венчикпен қаттырақ араластырып жібереміз да ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап қоямыз. Осылай барлығын бірден салып жібереміз да қолымыздың көмегімен жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Мен мына жерде 600 граммдай ұн қостым. Негізінде әр ұнның тығыздығы әртүрлі, сондықтан өзіңіздің ұныңызға қарап қосыңыз. Үстеліміздің үстіне түсіріп, қамырымызды осылай жақсылап иін қандырып, қайтадан ыдысына салып, кішкене ғана бетіне сұйық майды құйып, жағып шығамыз. Қамырыңыз өте жұмсақ болу қажет, кішкене ғана қолыңызға жабысатындай болу қажет. Бетіне осылай пищевой пленканы жауып, жылы жерге 1,5 сағатқа қалдырамыз. Менде шамамен 1,5 сағат өтті, осылай көтерілуі қажет. Бетіндегі пищевой пленканы алып тастаймыз да столымызға барлығын түсіріп алатын боламыз. Өте оңай және де жұмсақ болып шығады, толықтай көтеріледі. Қамырымызды жақсылап бір иін қандырып жібереміз, қатты баспайсыздар. Мен осы жерде 2 бөлікке бөліп алдым. Сіздер бөлмесеңіздер де болады. Бір бөлікті осылай иін қандырып алып қоямын да, екінші бөлікті 4 бөлікке бөлемін. Әр бөлікті осылай қолыңызбен домалақ жасап қоятын боламыз. Бұл жерде менде 8 дана булочка шығады. Дәл осылай екінші қамырды да 4 бөлікке бөліп шығамын. Бізде жасап жатқан булочкаларымыз өте үлкен болып шығады. Егер сіздер майда болған қаласаңыздар, 16 бөлік шығады. Қамырларымызды 10 минут тындырып алғаннан кейін бір қамырды алып, кішкене қамырыңыз жабысқақ болып жатса, ұн себуіңізге болады. Оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қатты жұқа, қатты қалың қылмаймыз. Және де ерітілген сары май немесе маргаринімізді осылай бетіне жағып шығамыз да, үстіне қантымызды аздап сеуіп шығамыз. Осындай пышақтың көмегімен немесе кәдімгі пышақтың көмегімен де осылай ұзын жолақтар ортасынан кесіп шығатын боламыз. Және де бір шетінен қолыңызбен айналдырып, әдемілеп орап шығамыз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Ең бірінші жасап жатқан адамның өзі жасай алады. Осындай әдемі узор шығады. Екі басын біріктіріп, осылай қысып жіберетін боламыз. Мінекей біздің осылай бірінші булочкамыз дайын болды. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да қайталап көрсетемін. Қамырымызды жайып, үстіне маргаринімізді жағып алғаннан кейін қантымызды сеуіп шығамыз. Осылай барлық жеріне және де осындай жолақтар салып шығамыз. Бір шетінен әдемілеп орап шығамыз, алдынан емес, дәл осылай жиегінен орайсыздар. Сол кезде осындай әдемі узорлар шығатын болады. Құрметті менің көрерменім, менің рецептім сізге ұнап жатса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп, плейлист бөліміне өтіп, булочканы бассаңыз, өте көп рецептерде таба аласыздар. Дәл осылай әдемі формада жасап шығатын боламыз. Барлығын пергамент қағаздың үстіне орналастырамыз. Жұмыртқаны беттеріне жақсылап жағып шығамыз. Араларына толықтай жағып шығыңыздар, сол кезде әдемі болып қызарып пісетін болады. Бұл булочкалардың бетіне ештеңе сеппесеңіздер де болады. Мен бірақ осылай әсемдігі үшін ортасына кунжут, жан-жағына макты сеуіп шықтым. Алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште 30 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің булочкаларымыз дайын болды. Қараңыздар, қызарып, әдемі көтеріліп пісетін болады. Және де ең бастысы жұмсақ және дәмді болып шығады. Менің видеом сізге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер.
және де менің инстаграм парақшама тіркелуді ұмытпаңыз, оны да описание бөліміне ссылкасын қалдыратын боламын.